Классикалық кезең ең алдымен софистердің, Сократтың, Платонның және Аристотельдің философиялық шығармашылығымен байланысты. Бұл Афина қаласының антикалық дүниенің орталығына айналған кезі еді. Осы уақыт Афина қаласының алтын ғасыры болған, яғни қала өзінің қуатты мәдени өрлеуіне жетті. Бұл кезең философиясының басты ерекшелігі орталық мәселені тұжырымдау болды. Егер бұған дейін натурфилософтар жай ғана табиғатты сипаттағысы келсе, осы кезден бастап олардың әдістемесіне адамның мәні туралы мәселе енгізілді. Сөйтіп, табиғатты тану мәселелері адамның болмысын танумен бірге зерттелді. Бұл адам санасының сұрақтарына қызығушылықтың артуына әкелді.